Күнекейдің жазығы, күйеу, соңғы бөлім. Күйеуі сұлу шаштың ұрын келді, қисайып жаман тымақ қырын келді дегендей-ақ, Күнекейдің күйеуі бір күні кешке таман салша жетіп келді. Қасында 3-4 жолдасы бар. О да ауылға келмей, анадай жерге түсіп атын ұстап отырды. Не дегенмен күйеу аты бар ғой, тымағының төбесіне селтитіп үкіде қадап апты. Шауып келді. Алуға балалар да жүгірісті. Қараша үйдің қыз-қырғындары да барып қастерлеген боп ертіп әкеліп алтын босағасын аттатты. Көк ала шытпен тыстаған қоңыр елтірі тымағын көзіне түсіре киіп, танауы кершиіп, о да келіп ақ шымылдықтың ішіне кірді. Өз әлінше Шекер де үйінің ішін мырсындай қылып қойыпты. Атасы өлсе, атамайтын жалғыз қарала сырмағын төрінің алдына төсепті. Ноқталы кебісін, тот әбдіре, шалжақ ауыз сандығын, шоқпыт төсегін, тон-мон, жүн-жұрқаларын текшелеп жинап, ескі алашамен бүркеген болыпты. Бұрын жадағай жайдақ жататын қазан аяқ жаққа шыпта құрыпты. Жалғыз-ақ от басында тұратын қарағұман жылжып барып босағадан орын алыпты. Әттең, қолдың қысқалығы, әйтпесе Шекер кісіге кеудесін бастырғандай әйел ме? Құлтума екі қойды қайдан табарын білмей күшеніп, басын қатырып жүргенде Шекер қойды да өзі жайғастырып қойыпты. Бір қойды Жұматайдың ақысына сындырып, байдікінен алмақ болып еді. Байдың бір әдеті күні толмай малшаға ақы бермеуші еді. Бұл жолы Шекер өзі барып құда күйеу келетінін айтып, қара бәйбішеге талақша жабысқан соң мейірімі түсіп еді. Енді бір қойды Мақатадан алды. Оның 40-50 қойы бар ғой. Ана кезде Мақатай қатыны өліп зарығып жүргенде Шекердің бір сауабын алғаны болушы еді. Өзімсіне өжеттене сөйлеген тілін жыға алмады. Жұмсақ адамды билей сөйлесең, ырқыңа көне кететін бір әдеті бар ғой. Мұнды бастау, мосқалдау үш құда Шекердің қақ төрінде малдасын құрып қорыздана қапты. Ауыздарына тас салған адамша үндемей, өздерінше сыпайы болғаны ғой. Оларды түртіп әңгіме қозғап отыратын Құлтума қайбір шешен кісі. Мал жандарыңыз аман-бадан кейін сөзі таусылып, қолы ышқырға таман сырғып, сипаңдап жантаюға айналған соң, Шекер арт жағынан бірдеңе алып жатып: "Сен ненің көркіне отырсың? Барып малыңды сой", деді. Өзі кетудің есебін таба алмай отырған Құлтума бір мекіреніп орнынан тұрып бүкшеңдеп жөнелді. Жұматайдың бар түзелгені жазда елмеген жаман шоқайын аяғына киіп алып, бір кіріп бір шығып балаларға жолдан былай дей береді. Күйеудің қасында 3 қыз, 3-4 қыз сымақ, 2 қатын отыр. Жоғары жағындағы жастау жолдас не өнері барын қайдам, тымағының бір құлағын ішіне, насыбайын еріне жымырып алып, керегеге шырт-шырт түкіре береді. Оның ар жағында төрдегі құдаларға таяу кім отыр? Әлгі осы ауылда жүре беретін кім бар еді ғой? Ат аузыма түспей тұрғанын қарашы. Осы үйге құдамын деп келе беруші еді ғой. Байман. О да құда ғой. Күйеуге жолдас боп келген ғой. Ол енді бұл ауылмен де ашына келетін жөні бар ғой. Онсыз думан бола ма? Бір талай қолы бос балалар, қолы бос емесі де жоқ қой. Құлтуманың жаман үйіне лық толып қалай болса солай ығы-жығы отырысып шеттегі құданы қолға ала бастады. Әңгімелерінің түрі мынау сияқты еді. Пай, өзі де саңғырап тұр екен. Аумаған күніне бақпастың адыры. Анау жотамен қоянды қуар ма еді? Үңгірін қайтесің? Ат-матыңмен сыйып кетпейсің бе? Өзін таза күбі қылса қайтер еді? Қыстыгүні суымыз тасымал болушы еді деген біздің қолымыз екен. Неше шелек су сияр екен? Шамалап айтайын ба? Шамалағанда өзінің ызботы мол жатыр-ау, 40 шелегің жүк болмас. Мен де ойлап отыр едім, шамаң шамақ екен. Уай, өзі қобыз болса қандай сөйлеп тұрар еді. Оған деген байды өзі. Қағып көрсе қайтер еді өзін. Дәуде болса күңгірлеп тұрған шығар-ау, ұрымтал отырсын ғой, қақшы өзің, дегенде қу жақ жігіт абайсыз отырған шеткі құданы тұмсыққа шертіп қалды. Құда селк етіп тұмсығына шап берді. Жұрт ду күлді. Манадан бері сөз қып отырғандары шеткі құданың мұрын еді. Мұрын болғанда тым абайсыз, мұрын деуге келмейтін, қоңқиған үңірейген бір тұмсық еді. Еріккен жігіттердің адырға, көбіге, қобызға теңейтін де жөні бар еді. Құда: "Жындымысың?" деп тұмсығын сипалап, түсін суытайын деп еді. "Жүндімін, сен тақырмысың?" деп тағы бір-бірінен қағып кетті. "Көрген ауылдың жігіттерісіңдер, ұят емес пе?" дегенде кейбірі: "Қой, тимеңдер байғұсқа" деп кейбірі одан жаман өшігіп: "Әкете алар ма еді?" "Бастыгемін, алып кетеді.
Не тігесің? Шақшамды тігем. Әкете алмайды, әкетеді. Шын айтасың ба? Шын айтам деген кезде әкете алмайды деп отырған жігіт әлгі тұмсықтан тағы қапсыра ұстай алды. Тұмсық иесі жұлқып, қолын қағып жіберді. Кәне әкетпегені, әкел шақпаны деп жігіттер дауласты. Отырған жұрт тағы күлкіге қарық болды. Құда қып-қызыл боп ежірейіп келе жатыр еді. Қарап отырғанша ойнап күліп отырыңдар, ойынға ашуланбас болар деп Байман туысқанын тоқтатып тастады. Bir жағынан қоңқақ жолдасының қалжың білмегеніне өзі де намыстанып отыр еді. Мынау ағасының тұмсығын кішкене балтамен қырнап әкелмей деп жігіттер Байманды күлкі қыла бастаған соң, өздерін қырнай бер деп күлген болып тысқа шығып кетті. Аспан қошқыл, жел тымық, жолдас қара айғырына мініп, күншығыстан шыға шапқан сабалақ түн дүниені қараңғылыққа батырып, батысқа қарай ұмтылып барып қапты. Түтін тұманға оранған ауыл оттары жылт-жылт етіп ыңыранып маужырап жатыр. Жер ошақ басы ырылдасқан ит, қоңырсыған құйқа, мықшыңдаған құлтума, жайраған жас ет, қатын-қалаш ішек қарын арбада пысқырған аттар. Ат жаққа барып дәрет алып, Байман құлтуманың үйін бөктерлеп, Сүлеймендікіне қарай жағалады. Дәуде болса, Күнікей сонда болу керек. Бәден жеңгесі жер ошақ сүт пісіріп жатыр екен. Пісірер көбейсін, деп Байман қасынан жанап өтіп, үйіне таман барды. Үйде жас баланың жылаған даусы естіледі. Дүрс-дүрс түйіп, біреу тербетіп отыр. Кім бар мұнда дегенде Күнікей даусын әрең шығарып, біз бар деді. Үй қараңғы. Сіз болсаңыз, біз де бармыз деп Байман үйге кірді. Жалғызбысың? Жалғызбын. Сені мұнда қуып тастаған екен ғой деп жақындай отырып, Байман қолын созды. Жып-жылы, мап-майды. Кішкене қол уысына ілінді. Ақырын ғана қысты да өзіне таман тартты. Абайлаңыз, келіп қалар деп Күнікей сыбыр етті. Байман абайлаған жоқ. Ұмтылыңқырап құшақтап бетінен сүйді. Күнікей сүйді. Шүңкіл-шүңкіл сөйлесті. Ол шүңкілді тыстағы Бәден жеңгесі естіген жоқ. Қараңғы үйде неғып отырсыңдар? Жарығымызды құдаға алып кетіп, қараңғыда қалдық деп Бәден келген соң сөздің беті ертеңгі ойынға, қыз ибаға, кәдеге қарай ауды. Байман құдағиымен біраз қалжыңдасып отырып кешікпей кетіп қалды. Ертеңінде бір қой сойылып, той-томалақтың ырымы істелді. Қыз ибасын бір қараша үй алып, қыз ойнақ қылды. Өз шамасынша жиналған қыз бозбала ойнаған, өлең айтқан болысып, ауыл жігіттері орамал, шаршы ырымдарын алысып тарасты. Қол ұстауға асығып, Күнікейдің қатырдан алып қайтты. Шымылдық ішінде тұяқ күйі отыр сімірейіп, шашбауын сылдыратып, Күнікейдің қасына әкеп отырғызып, қыз-қатындар қамалағанда тұяқ қысылып терлеп кетті. Осы баққа шынымен жеткенім бе, осы құрмет шын менікі ме дегендей өзіне өзі сенбеді. Басын шапанмен тұмшалап алып, Күнікей қатындардың ырқына көне берді. Тұяқтың қолын ұстатуға бір қатын қолын созып еді, алақанына апарып сүйкестірді. Тұяқ шірікте оңдап ұстауды білмеді, тигізе салып тартып алды. Тұяқтың пышақ, біз, балға, жауыр қылған түрпідей алақанмен шашын сипатқызды. Апасы Күнікейді бұлқынар, жұлқынар, балалық қылар, көнбес деп ойлаушы еді. Оның бірде-бірі болған жоқ. Әнеугіден бері айналып толғанып, бата бұзған барқадар таппайды. Ата-ананың қарғысына ұшыраған қыз оңбайды. Не де болса талайыңнан көр, Құдайдың неден жарылқап, неден қарғарын қайдан білдің деген сияқты сөздерді құлағына құйып отыратыны босқа кеткен жоқ екен. Қарағым, есі бар ғой деп ойлады. Әйтсе де ішінен қызғанған іспетті, қысылған іспетті, ұялған іспетті бірдеңені сезгендей болды. Онысы баяғанал ғой. Бір күндерде өзімен ондай болған тұяқтың енді қызымен мұндай болғалы отырғаны. Жеме-жемге таянғанда әзер арсыз болса да бір ойлатпай қойсын ба? Кім біледі? Әлде Күнікейдің де көпке дейін тұяққа беттемей жүрген бір себебі сол шығар. Қалайда арсыздыққа адамнан өтер жан иесі жоқ қой. Арда тозады екен. Тұрмыс тоздырады екен. Шекердің ары да о жағына келгенде құлтуманың 40 жылғы шалбарындай тозығы жетіп, үлдіреп, ыдырап, жамауға келмей кеткен ар еді. Бұл жолы да тек бетіне әнтек қызғылт пайда қылғаны болмаса, жүрегін қопара қозғай алмады. Қатындар төсекті салды, қызды күйеудің қолына берді, шамды сөндірді, шықты, есікті жапты. Тұяқ шешінді, қатындар шешіндіріп кеткен ғой, көрпені жамылды, жатты.
Күнекей аяқ жағында отыр, шешінбейді, қозғалмайды. Қалай дегенмен болашақ қатын ғой. Қатын өзі шешініп байының қойнына кіріп жату керек қой деген ой сүресімен малданып, еркек басымен әйелге жалынуды ар көргенсіп, тұяқ біраз жатып еді, Күнекейдің шешінерлік қалпы сезілмейді. Өзі отыр ма, кетіп қалды ма деп аяғымен түртіп еді, отыр екен. Бір ауыз сөз айтпай жатып аяғымен түрткені Күнекейдің жиренген үстіне жирендірді. Күнекейдің қозғалмасын білген соң тұяқ: «Неге отырсың? Жатсайшы» деп күбірлеп еді, жауап қатпады. Содан кейін тұяқ: «Қалыңдықты әлде күйеуі шешіндіретін болар ма?» деген ойға түсті. Қалыңдық ойнаған кісілерден сұрапты алмаған екем деп өкінді. Сұрасам қайтер еді деген бір ойда болғаны рас еді. Бірақ мазақ болармын деп сұрамап еді. Не дегенмен бұл әлі бет ашылмаған қыз ғой деген ой сап ете түскенде басын көтеріп қолын жіберді. Шапанынан тартып еді, қатып қалғандай илікпеді. Мұным да жарамайды екен деп ойлап қолынан ұстағалы сипалап еді, қолын итеріп тастады. Бұ да өрескел болған екен деп мойнына құшақтауға ыңғайланып еді, басы екі тізесінің арасына кіріп домаланып қалды. Шапанын алайын деп еді, тістеніп айырылмады. «Өй, мұның не, баламысың? Сөйтем екен» деп өзі білген көр жерін айтып байқап еді, Күнекейден қайран болмады. Со кезде іргеде тыңдап жатқан бір қатын жөтеліп қалды. Жаңа білдім, қатындардан ұялып отыр екен ғой деп тұяқ қуанып кетті. Үндемей біраз жатамын, қатындар кетсін деп орнына қайта жатып, көрпесін жамылып, тындырған немесе бір күрсініп қойды. Қатындар аздан кейін тұрып кеткендей болды. Қалғаны болса тағы кетсін деп тағы біраз жатты. Сол кезде шықырлап есік ашылды. Қатын иттердің біреуі ме, жоқ әлде өзіміздің жолдастар ма? Бір түнге қуығы жарылып бара ма екен? Дәуде болса Шелікбай ғой, қуғының майы кеткен бір ит ол. Қайдан ерттім соны деп зығырланды. Есік жабылып аз уақыт өткен соң басын көтеріп сипаласа Күнекей жоқ. Үйдің ішін олай бір бұлай бір шарқ ұрып іздеді. Күнекей ұшты күйлі жоқ. Тұяқ тамсанып таңдайын қағып, боғын пышақтап іздейді тұрсын, біз Күнекейді ізіне түсейік. Тұяқ ойлағандай Күнекей іргедегі қатындардың кетуін күтіп отыр еді. Бірақ тұяқ ойынан Күнекей ойының азырақ айырмасы болды. Қатындар кеткенде Күнекей тұяқтың қойнына қарай емес, есікке қарай бет алды. Әлгі шығып кеткен сол еді. Күнекей шықса үрген иттен басқа ың-жың жоқ. Түн түнеріп, таң қараңғысы басқан екен. Күнекей үйдің о жақ бұ жағына барлап қарады да ептеп басып есік астындағы өзекке қарай жүре берді. Өзекке жеткенде қараң етіп алдынан біреу түрегелді. Алқынған аңсаған көкірек қарсы ұмтылып, «Жеттің бе жаным» деп құшағын жайғанда, «Жеттім-ау қалқам» деп құшағына кіре кетті. «Серт пе? Серт, жүр ендеше, былайырақ» деп Күнекейді шапанына тығып қолтығына қысып алып кетті. Әнеугіден бері Күнекейді күткені, көнгені осы серт, осы үміт еді. Кешегі түндегі Сүлеймендікіндегі шүңкіл де сол серттің қайрауы еді. Қыбырттағы жаман-жаман бозбаланың да, қиқаңдаған кей қуат тұяқтың да аузын аппақ қылып, қараңғы түнде қапысын тауып албырт Күнекей асыл қазынасымен ер жігіттің қолына тиді.